Қайырлы күн, қымбатты пайдаларына каналының көрермендері. Сіздермен бұл арнада тек пайдалы ақпараттармен бөлісуге тырысамын. Міндетті түрде каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге 270-ші декларацияны жаңа кабинетте қалай тапсырамыз, соны көрсетемін. Кабинетке ЭЦП-міз арқылы кіріп, подать документ дегенді басамыз. Осы жерден қай жылға тапсырасыз, соны таңдайсыз. Мысалға 2026 жылы 2025 жыл үшін тапсырамыз. Оны тапсырып кіргеннен кейін бұл жерде номер телефона, электронный адрес ешқайсысын жазып керек емес. Ол міндетті емес. Декларацияның түрін таңдаймыз. Былтыр тапсырған болсаңыз, очередной явный кезектісін таңдайсыз. Явный 2025 жылы сізде қандай операция болды, соны таңдайсыз. Мысалға, менің мысалымдағы адамда үй сату, недвижимості сату болған. Явный приобретали или отчуждали деген жерді таңдаймын. Ары қарай далее деп басамын. Бірінші раздел В дегеніміз, егер сіз қандай да бір мүлікті, көлікті сатып алған болсаң толтырасыз. Ал біздің жағдайымызда ол кісі сатқан, сол себепті С деген бөлімді толтырамыз. Яғни добавить строку деп басамыз, және де осы жерде мүліктің түрін, кадастровый номерін, алған датасын барлығын осы жерде толтырып шығамыз. Және де бұл жерде қазір ыңғайлы қылып жасап қойған, жаңағыдай кіріп толтырмай-ақ осы жерден экспорт шаблон дегенді бірінші Excel түрінде көшіріп алуға болады. Яғни экспорт шаблоны дегенді бассаңыз, сізде Excel файл ашылады. Сол файлдың ішіне жаңағы керекті деректердің барлығын толтырып жазып аласыз. Бұл егер сізде бірнеше мүлік сатып алу болған жағдайда осылай толтыру ыңғайлы. Яғни міне түрін таңдаймыз, номерін жазамыз, жаңағы кадастровый мүлікті сатып алған күнді жазамыз, код страны Қазақстан, егер Қазақстанда болса, және адрес местонахождения объекті қай қалада, қай облыста орналасқан, соны толтырамыз. Сатып алушының аты жөні, және де оның үй номері, және де сіздің сатқан суммаңыз. Ол Excel-ді толтырып болғаннан кейін сохранить етіп рабочий столға немесе қандай да бір папкаға сақтап қоясыз. Содан кейін осы жерге импорт шаблона дегенді басып, жаңағы файлды таңдайсыз. Сол кезде осы жерде барлығы өзі шығады. Мысалға, бұл кісі мүлік сатқан және де көлік сатқан. Соның барлығы осы жерден шықты, бірақ кішкене қызарып тұр, яғни қателік бар. Мүліктің түрін қайтадан таңдап, мысалға недвижимое имущество деп обновить деген кнопканы басамыз. Қызарған қателік кетті. Екіншісіне де жаңағы карандашик арқылы кіреміз. Осы жерден көлік құралдары дегенді таңдап, обновить дегенді басамыз. Деректердің дұрыстығына және де барлық берілген ақпараттардың шынайылығына кепілдік беріп, екі жерде осындай келісім береміз. Далее деп басып екі жерге галочка қоямыз. Және де өзіміздің тұрғылықты пропискамыз бойынша салық органын таңдаймыз. Яғни бұл кісі бойынша 62-05 Есіл районы. Және де подписать и отправить дегенді басамыз. Осы жерде ЭЦП-міз арқылы қол қоямыз. Және де сіздің 270-ші декларацияңыз обработанный деген жерге шыққанын күтеміз. Жасыл жазумен принят деген статус шығады. Сол шыққаннан кейін сол жасыл жазудың үстінен басамыз. Мұны 2026 жылға. Және де осы жерден уведомленияны көшіріп аламыз. Ол уведомленияны жұмысқа тапсыруға керекті құжат болып табылады. Егер ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Арнаға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, достар. Назарларыңызға көп рахмет.